Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін сіздермен бірге қызанақ пен тәтті бұрышты мұздатқышқа қатыратын боламыз. Жемістерді жазда ғана жемей, оны қыста да сақтап қою үшін, витаминдері сақталу үшін осы ең жақсы әдіс. Ең керек заттар витамин, минералдар, клетчатка ең адамға керек. Солардың барлығы сақталу үшін қатырып алған дұрыс. Оның ішінде мысалы су көп, қияр сияқты болмаса, көптеген жемістерді қатыруға болады. Мысалы сәбіз, тәтті бұрыш, қызанақ, өзіміз көп тағамдарға қосатын қызылша, жасыл бұршақ, фасоль дейміз, баклажан, кабачки дейді. Көптеген жемістерді қатыруға болады. Жемістерді қатыру үшін ең алдымен жемісімізді жуып, бумажный полотенцемен кептіріп, керек емес бөліктерін алып тастаймыз. Жемістерді бүтін түрінде немесе турап дайындауға болады. Бірақ туралған түрі өте ыңғайлы. Тамақ дайындаған кезде дайын тұрады, сала бересіз. Ең алдымен қазір бірінші түрі езбе түрінде дайындаймыз. Ол үшін мен қызанақтарды жуып тазалап дайындап қойдым. Қазір мынандай бөліктерге бөліп, тұз сеуіп, су шыққанша қойып қоямын. Су шығу үшін жақсылап араластырып қоямыз. Міне 20 минуттай уақыт өтті. 1 литрдей су шықты достар. Енді қызанақты ет тартқыштан өткіземіз. Міне қызанағымызды ет тартқыштан өткізіп болдық. Енді мынандай арнайы пакеттер болады қатыруға арналған. Тіпті болмаса кәдімгі пакеттерге салуға болады. Достар, осылай пакетті тарелканың үстіне қойып, құйған ыңғайлы. Төгіліп қалса да тарелканың ішіне төгіледі. Тағы бір айта кететін, ол мынау ішінде ауа қалып қалмас үшін пакетті сәл жатқызып, ауасын шығарып жіберіп, жауып қоясыз. Езбе түрінде пакеттерге құйылған қызанақты міне осылай мұздатқышқа қойып, қатқанын күтеміз. Бірінші әдіс езбе түріндегі соус, гарнирларға болса, мынау түрі туралатын борщ, овощной рагу дейміз, соларға осылай турауға болады. Мынандай тақтайшаларға барлығын турап, мұздатқышқа қоямыз қатқанша. Қызанақтың турайтын түрін көрсеткеннен кейін бірден тәтті бұрышты да қалай тураймын көрсете кетейін. Бұрышты да қандай тағам дайындайсыз, соған байланысты. Мысалы, оған қалай турау керек, солай етіп турайсыз. Мысалы, осындай ұзыншақтау етіп, лағманға, рагу болсын, овощной, соларға осылай турауға болады. Суптарға қосуға болады. Бүтін түрінде де дайындауға болады. Бүтін түрінде ол фаршированный перец дейміз. Ондай дайындау үшін бірден ішіне етін салып дайындап қоюға болады. Ал енді басқа тамақтарға қосу үшін осылай турап қоя бересіз қатырып. Тағы бір айта кететін достар, ол жасыл бұрышты қатырмауға тырысыңыздар. Өйткені оның ащы дәмі шығып кетеді. Ондай жағдай енді жемісті өз өсіретін адамдар да болады. Енді өзің өсірген жемісіңді мысалы піспегеннен кейін оны жасыл болып тұрғаса да лақтырып жіберуге қимайсың. Сондықтан солай жасап көргенмін. Міне бұрышымызды турап болдық. Енді осылай тақтайшаға салып, мұздатқышқа қоямыз қатқанша. Қатқан бұрышты міне осылай целлофандарға салып, мұздатқышқа қоя береміз. Достар, мен жемістерімді қатырып болдым. Мен видеом сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Осы видеоға лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Осы мен видеомды аяқтаймын. Отбасыларыңызға амандық, дастархандарыңызға береке тілеймін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.